Сәлем қымбатты көрермен, сіз білген және сіз күткен арна назарларыңызға қайта оралды. Біз сізге ең жақсыларын ұсынамыз. Ендеше біздің жұмысымыз жалғыз қалдырмау үшін видео астына өз лайктарыңызды қалдыра кетіңіз. Балқашта жоғалып кеткен қыздың денесі табылды. Кеше кешкілік уақытта жергілікті тұрғыннан 15 жастағы қыздың жоғалған туралы хабарлама түскен. Балқашта жоғалып кеткен қыздың денесі табылды. Балқашта жоғалған қызды іздеуге 130-дан астам полиция қызметкері мен ерікті жұмылдырылды, деп хабарлады Түркістан.кз, полиция.кз сайтына сілтеме жасап. Полицияға кеше кешкілік уақытта жергілікті тұрғыннан 15 жастағы қызының жоғалғаны туралы хабарлама түсті. Азамат арызында күндізгі сағат 16:00 шамасында қызы би үйірмесіне шығып, одан оралмаған айтты. Іздеу жұмыстарына қалалық полиция бөлімінің қызметкерлері дабыл жүйесі бойынша көтеріліп іздеу басталды. Баланың болуы мүмкін деген такси және көлік тұрақтары тексеріліп, қала жолдарындағы бейнебақылау камераларының жазбаларын зерделеу, барлық аулаларға қарау жұмыстары жүргізілді делінген хабарламада. Іздеу жұмыстарына еріктілер қала тұрғындары атсалысты. Іздеу жұмыстары 11 желтоқсан күні таңертеңгілік Балқаш көлінің маңына алып келді. Көл жағасынан жоғалған қыздың киімдері табылды. Осы уақыттан бастап көлдің аумағын қарау жұмысы жүргізілді. Сағат 13:36 шамасында көлден 40-50 метр қашықтықта 2-5-3 метр тереңдікте қыздың мәйіті табылды делінген хабарламада. Алдын ала болжам бойынша ол өз-өзіне қол жұмсаған. Қазір оқиғаның мән-жайы анықталуда. Видеомыз кеңінен тарап, қажеттілер жету үшін лайк түймесін баса кетіңіз. Комментарияға ой-пікірлеріңізді жаза кетіңіз. Бізді бақылауда жалғастырыңыз.